Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Нұршахар. Бүгін сіздерге макреме жіптен сумка тоқып үйрететін боламын. Менімен бірге видеоның соңына дейін қараңыздар. Арнамнан алыстамаңыз. Бізге қажетті құралдар: бізде осындай макреме деген жіп, турецкий жіп, 100 граммда 140 метр, 100% полипропилен. Осындай болады. Осындай бір моток жетеді. Және де осындай сантиметрлік крючок менде номер 4. Және де осындай стоп қоюға арналған маркерлер. Тоқтатып қоюға арналған маркерлер. Олай болса, жұмысымызды бастаймыз. Ең алдымен жұмысымызды бастамас бұрын менің арнама жазылып, видеоның соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Мен көптен бері видео салмағандықтан менің статистикам төмен түсіп кетті. Сіздерден өтініш, арнама жазылып, видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен достар, міне қолымызға осылай шеңбер жасап, ілмек іліп шығарамыз. Сіздер егер тоқуды білмесеңіздер, менің арнамда 0-ден бастап тоқып үйрену деген сабақ бар. Мен сіздер үшін описание бөліміне сілтемесін тастап кетемін. Сол жерден тоқып үйреніп алсаңыздар болады. Мінекей. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Міне, дәл осылай ілмек теріп аламыз. 35 ілмек теріп, 36-шын тоқу үшін ілеміз. Міне, менде осындай көлем осындай болғанын қалаймын. Сумкамның сол себепті осылайнан қалдырамын. Егер сіздер дәу сумка болсын десеңіздер, осы жерден ілмек санын арттырасыздар. Енді қараңыздар. Біз осылай келдік қой тоқып. Енді жұмысымызды сәл бұрамыз да, мына біріншіден бастап столбик без накид тоқимыз. Мінекей, дәл осылай. Осы қатарымызды полностью столбик, соңына дейін столбик без накидпен тоқып шығамыз. Дәл осылайнан. Мінекей, мен соңына дейін қатардың соңына дейін тоқып болдым. Енді осы жерден бір воздушный ілеміз. Жұмысымызды осылай кері айналдырып, мына жерден бастап тағы да столбик без накид тоқимыз. 1, 2, дәл осылай осы қатарды да аяқтаймыз. Қатардың соңына дейін тоқимыз. Мінекей, менде осы қатар тоқып болдым. Екінші қатарда енді дәл солай тағы да воздушный петля бір көтереміз да, жұмысымызды бұрып, тағы да осы бірден бастап тоқып, қатардың соңына дейін тоқимыз. Және осы жерде айтайын достар, біз міне 1-2 қатар тоқыдық,
дәл осылайынан енді 6 қатар тоқимыз. Мынадан бөлек 5 қатар. Общий 8 қатар болу керек. Тоқып аламыз. Мінекей достар, мен тоқып алдым. Менде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 қатар болды. Сіздерде де осылай общий 8 қатар болу керек. Енді міне қараңыздар. Өлшейміз. 20 сантиметр. 20 сантиметр болу керек. Мына жағы 4,5 сантиметр. Енді достар, осы жерден қараңыздар. Осы жерден бұрыштан столбик без накид тоқимыз. Бірінші тоқылған жерге белгілеуге маркер қадаймыз. Міне бірінші столбикке, бірінші ілмекке. Одан кейін әр қатардың тұсынан алып шығамыз. Осылай сыртынан осылай мына тұрған 4 бұрышты айналдыра столбик без накидпен тоқып шығамыз. Мына тұрған ең соңғысына міне осы жерге екеу тоқимыз. Яғни бір көзге екеу. Мінекей. Біреу. Және дәл сол көзге екеу, екінші тоқимыз. Сосын маркер қадаймыз. Енді әрі қарай бір столбикке тоқып шығамыз. Бір столбиктен. Дәл осылай столбик без накидпен ана соңына дейін тоқимыз. Бұрышқа келгенде тағы да 2 столбик накидін тоқимыз. Накидін деп 2 столбик без накид тоқимыз. Біріншісіне осылай ілмек қадап қоямыз. Бұрышқа келіп тағы екеу қадаймыз. Енді мына қатарымызды соңына дейін столбик без накидпен тоқимыз. Соңына дейін тоқимыз. Яғни мына маркерге дейін тоқимыз. Мінекей соңына келдім. Енді осы жерден маркерді алып, мына бір көз тұр, осы жерден қалдырып,
Мына жерде бір көзді алып осылай біріктіреміз. Көрдіңіз ғой? Енді осы жерден 1 2 3 воздушный көтереміз. Осы жерге енді қараңыз. Столбик накидім, полу столбик. Толық шығарған жоқпын. Тағы да осылай алсаңыздар да болады. И болмаса, міне 1 2 3 осылай шығарып жүреміз да. Одан кейін бір көз қайтадан, көрдіңіз ғой, міне қайтадан дәл сол көздің ішіне 1 2 3 содан кейін крючокқа жіпті іліп аламыз да общий барлығынан бірге шығарамыз. Мәштен міне бір ілмек ілдік. Көрдік қой? Енді келесі мына жерден бастап столбик накидін тоқимыз. 1 2 3 4 5 6 7 8. Енді мына жерде мына маркерді алып, дәл мына өрнекті мына жерге жасаймыз. Бір іліп шығардық, крючокқа жіпті іліп, тағы да сол көзден 2 3 ілдік. Барлығынан қосып бірге шығардық. Бір ілмек ілдік. Крючокқа жіпті іліп, қайтадан сол көздің ішінен 1 2 3 кешіріңіздер, міне. Енді крючокқа жіпті іліп, шығарамыз. Бір ілдім, көрдіңіз ғой? Енді осы жерден қараңыз. Бір ілдім ғой, бір ілген жерде, міне, мына жерден мына тұрған біріншісін тоқымаймыз. Одан кейінгісін столбик накидін тоқимыз. Одан кейін міне бір воздушный крючокқа жіпті ілдім да, мына көз тоқымай, келесі көз тоқимыз. Одан кейін тағы да бір крючокқа жіліп бір көз тастап, келесі көз тоқимыз. Көбісі сен тез тоқисың деп айтады. Мен сіздерге түсінікті болу үшін жай тоқып көрсетейін. Міне крючокқа жіпті іліп шығарамыз. Бір воздушный, бір ілдік. Крючокқа жіпті ілеміз да, мына бір көз тастап, келесі көзге бір шығарып, 2 шығарып, столбик накидін тоқимыз. 1 кешіріңіздер, 1 2. Көрдіңіз ғой, ешқандай өзгеріссіз, дәл осылай тоқи береміз. Араларына бір көз тастап кетеміз.
тоқтатып жаймен асықпай көріп тоқсаңыздар түсінікті болады. Көбісі тез тоқисың деп айтады. Барынша осылай жай тоқып көрсетіп отырмын сіздерге. Тез тоқығаны менің бұл емес. Жай ғана мені көріп отпай, менің арнама жазылып, қоңыраушаны басып, маған қолдау көрсетіп отырыңыздар. Лайк басып, түсінбеген жеріңіз болса комментарияға жазып. Сіздердің қолдауларыңызды күтемін. Неке, осы жерден енді бір воздушный лемді, сосын маркерді алып, бір көз тастап, сол маркер тұрған көзге дәл жаңағыдай жасаймын. Бір, екі, үш, көшіққа жіптіріп, осының барлығынан шығарамыз. Енді бір көз, бір столбик тоқимыз, бір воздушный, бір, кейін қайттан осы көзге бір, екі, үш, үшеуін бірге іліп шығарамын. Бір ілмек ілдім. Келесі жанын столбик осылай без накидпен, столбик с накидмен тоқимыз. Неке, осы жерден бастап бір тоқыдық. Енді екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Енді осы жерден маркерді алып, келген жерінен бұрыш жасаймыз. Жаңа бетінде 8 болып еді, дәл солай мына бетінде 8 қылып парластыруымыз керек. Сол себепті мына жерден аламыз. Бір, екі, үш. Енді осы үшеуін бірге шығарып аламыз. Бір ілмек жасаймыз, қайтадан сол көзге бір, екі, үш. Үшеуін бірге шығарамыз. Осы жерден бір ілмек жасаймыз. Енді осы жерден бастап бір көз тастаймыз да, келесі көзге столбик с накидом. Бір воздушный, бір көз тастап келесі көзге столбик с накидом. Бір көз тастап
келесі көзге столбик накидым. Міне, дәл осылай, мына қатардағыдай, дәл осылайнан қатарымызда тоқып шығамыз. Екі мен мына басына келдім, енді осы жерден, мына жерде біріктіріп қосамыз. Енді қараңыз, осылай алып арасынан біріктіреміз да, мына ортасына келіп, осы жерге көтереміз. 1, 2. Енді осы жерден ортасына жасаймыз. Бағанағы жасаған өрнекті. 2, 3. Үшеуін бірге шығарамыз. Бір ілмек ілеміз. Крючокқа жіптіріп, қайтадан сол көздің ішіне 1, 2, 3. Үшеуді алып бірге шығарамыз. Енді бір ілмек ілдім. Мына жерден бастап тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді мына ортасын тоқимыз. Мына ортасына келіп, дәл бағанағыдай 1, 2, 3. Үшеуін бірге шығарамыз. Біреу қосамыз да, қайттан сол көздің ішіне 1, 2, 3. Барлығын қосып бірге шығарамыз. Бір ілмек ілеміз да, енді қараңыз, осы жерден дәл столбик ілмектердің үстінен іліп тоқып шығамыз. Сонда бізде 4 бұрышты узор шығады. Мына жерде тұрған бұрыштар, бұл өрнектер бізде сумканың бұрышын шығаруға арналған. Міне, сонда бізде мынандай болады. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде 8 столбик ешқашан өзгермейді. Басында қалай алдық, дәл солай өзгермейді. Дәл соны үстіге қарай, жоғары қарай көтеріп тоқимыз. Міне осылай болады. Бізде екінші қатар, дәл осылай неше қатар тоқисыздар, өздеріңіз білесіздер, сумканың размеріне қарай. Мен примерно сумкамның биіктігі осылай екен деп есептедім. 17-18 сантиметр деп. Соған дейін дәл осылай тоқимыз. Ешқандай өзгеріссіз, ешқандай қосусыз, алусыз. Дәл осы өрнектің үстіне өрнек тоқып, мына жерде араларын бір воздушный петля қосып отырып сетка тоқимыз. Мына жерде столбик накидінің үстіне столбик накидін тоқимыз. Мінекей достар, мен тоқып болдым. Осындай шағын әдемі сумочка шықты. Енді осы жерден қараңыздар. Мен бұны осылай тоқып келдім ғой. Бір воздушный ілемді, сосын мына басына біріктірем. Осылай.
осылай қараңыз, біріктірдім. Енді осы жерден бастап столбик без накид жасаймыз. Әр петляның үстіне столбик без накид тоқып шығамыз. Дәл осылай. Дәл осылайнан столбик без накид тоқып білесіздер ғой, иә? Ол үшін міне осылай кіргіземіз, аламыз, екеуін біріктіріп қоса саламыз. Бұл бізде столбик без накид. Дәл осылай қатарымыздың соңына дейін, яғни осы жерге дейін тоқимыз, айналдырып алып келіп. Міне соңына келгенде қараңыздар, осылай ішінен тоқимыз, және мына жанындағы мына тұрғаннан тоқмаймыз, келесі міне көтерілгеннен алып осыған біріктіреміз. Енді бір воздушный көтереміз. Міне бізде осылай болды. Енді тағы да дәл осындай бір столбик без накид тоқимыз, тағы бір қатар. Міне екінші қатарда тоқып болдым. Бізде екі қатар столбик без накид болды. Енді мына басымен біріктіріп жұмысымызды аяқтаймыз. Осы жерден қиып күйдіреміз жібімізді. Осылай жібімізді жасырып, ішінен күйдіріп тастаймыз. Білінбей қалады. Енді мінекей менде қанша сантиметр болды? Міне менде 17 сантиметр. Астымен қосқан кезде. Ұзындығы 25 сантиметр. Енді достар, біз осының ремешогын, яғни қолына ұстап жүретін, қол ұстайтын ұстағышы тоқимыз. Ол үшін осылай ручкасына осылай бір, екі, осылай екі көз тоқимыз да, содан кейін біріншіде тұрған дәл ортасынан аламыз да, осылай шығарамыз. Столбик без накид тоқимыз ғой. Содан кейін мына тұрған жұмысымызды бұрамыз да, үстіңгісіне алып, шығарып тоқимыз. Міне. Енді жұмысты қайта былай бұрамыз. Кейін үстіңгісіне тағы да алып тоқимыз. Былай бұрамыз. Міне тұрған жіпке. Көрдіңіз ғой? Алып тоқимыз. Содан кейін тағы да бұрамыз. Міне тұр, оны үстіңгісіне, үстіңгі жіпке алып тоқимыз. Жұмысымызды бұрамыз. Үстіңгісіне, біріншіне тұрған. Аламыз, шығарамыз. Тағы бұрып, үстіңгісіне, екеуінен бес, именно үстіңгі жіптен аламыз. Көрініп отыр ғой сіздерге, міне. Жұмысымызды осылай бұрып, үстіңгіден аламыз да, шығарып тоқимыз. Жұмысымызды бұрып, үстіңгіден алып қосып шығарамыз. Дәл осылай өзіңіздің керекті ұзындыққа дейін тоқып аламыз.
Мінекей, мен өзімнің ұзындығыма дейін шнурым тоқып алдым. Енді осы шнурды сумкамызға өткіземіз. Ол үшін достар, қараңыздар, мына бізде өрнек бар емес па? Әр төрт бұрышындағы өрнек дәл соның үстінен міне осылай өткізіп аламыз. Мінекей, осылай өткіземіз. Содан кейін тағы да мына жерге келгенде тағы да дәл солай. Осылай арасында неңізді, шнурыңызды түзелеп алыңыз осылай. Енді келесі мына жерден төрт өрнектің үстінен, яғни енді соңғысы мінекей. Кешірім сұраймын достар, менде мына жағы өтпей жатыр. Қалған-ау деймін. Мінекей, осылай іліп алдық. Бізде, яғни қараңыздар, міне төрт бұрышынан осылай өрнектің, міне көрдіңіз ғой, өрнектің жанынан алып шықтық. Енді мына екі басын біріктіреміз. Ол үшін шнурымызды айналып кеткенді түзетіп қоямыз біріншіден. Осылай түзетіп алып келіп, екі жағын қосып тігеміз. Тіксеңіздер де болады, е болмаса мен сияқты жай крючокпен бір-біріне өткізіп арасына солай жасасаңыздар да болады. Менде жібіме сәйкес ине болмай тұр, сол себепті осылай. Көрдіңіз, осылайынан екі жағын біріктіріп қосып аламын. Міне мен екеуін қосып шықтым. Енді осы жерден жағын бірдей қылып не достар, осылай болып шықты. Егер сіздер формасын ұстап тұрсын десеңіздер, ішінен астар салсаңыздар болады. Жоқ, осылай тұра берсін десеңіздер, осылай болсын. Бұл қолға ұстап кетуге арналған сумочка. Өте оңай, қолға ұстап
кете беруге болады. Осындай маркер болса, осындай сол өстіп қалай салсаңыздар вообще күшті болады. Мінекей, менің осымен сумочкам аяқталды. Сүйкімді әрі әдемі болып шығады осылай. Кез келген жерде ұстап кете бересіздер. Сіздер де тоқып үйреніңіздер. Жаз маусымына өте ұстап жүруге ыңғайлы сумочка. Менің арнама жазылуды ұмытпай, түсінбеген жеріңіз болса комментарияға жазып, келесі видеоға дейін қоштасамыз. Келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.